Ақшақар ертегісі. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Олар тату-тәтті өмір сүріпті. Тұрмыстары да жақсы екен. Жалғыз қайғылары, балалары жоқ екен. Осылай күн артынан күн өтіп екеуі тұрып жатады. Көп ұзамай қылышын сүйретіп қыста жетеді. Жер бетін әппақ ұлпа қар басады. Қуанған ауыл балалары сыртқа шығып, қармен атқыласып ойнап, аққала жасайды. Бір перзентке зар болған шал мен кемпір терезеге қарап отырып, терең ойға батады. Ұзаққа созылған осы үнсіздікті кенет шал бұзады. Несі бар, кемпір, дейді шалы, жерден жет қоян тапқандай. Жүр бізде аулаға шығып, қардан өзімізге қыз жасап алайық. Кемпірі келсе кетеді. Екеуі жылдам киініп сыртқа шығады, қардан өздеріне қыз жасауға кіріседі. Алдымен домалатып денесін, сосын басын жасайды. Одан кейін қолдарын, одан кейін аяқтарын қалайды. Мынау мұрыны, көздері, аузы, иегін келтіруді де ұмытпайды. Әні-міне дегенше қар қызы пайда болады. Шал мен кемпір өздері жасаған ақшақарға қызығып қарайды. Міне ғажап. Қар қызының еріндері қызарып шырайлана бастайды. Шал мен кемпір аң-таң көз алмай қарап тұрады. Сиқырлы бір күштің әсерінен өне бойына жан біткен ақшақар көзін ашып, жан-жағына шолып өтеді. Күлімсіреген жанарын қарттарға бұрады. Басын, аяқ-қолдарын қозғалтып көреді. Ал шал мен кемпірдің қуанышында шек жоқ. Қас қағым сәтте бақытқа кенелген қариялар ақшақар қыздарын үйге ертіп кіреді. Осылай олар енді үшеу болып тұрып жатады. Ақшақар күн санап емес, сағат сайын өседі. Шашы қою, әрі ұзын әппақ сұлу бойжеткен болып шыға келеді. Өзі өте ақылды және пысық, қолынан келмейтіні жоқ. Шал мен кемпірдің қол қанаты болады. Тек албыраған бетін ешқашан көрмейсің. Үнемі боп-боз болып жүргені. Қыс кетіп, алғашқы көктем күні сәулелері терезеден нұрын төгеді. Жер көгеріп, құстар келеді. Адамдардың бәрі көңілді. Сары уайымға түскен ақшақар ғана. Бұған алаңдаған қарттар: қызым, өзіңе не болған? Бір жерің ауырмай ма? Соңғы кездері көңілсіз жүрсің ғой, деп сұрайды. Ештеңе де емес, алаңдамаңыздар, денім сау, дейді қыз. Бірте-бірте соңғы қар ериді. Шалғында гүлдер жайқалып өседі. Табиғат жадырап шыға келеді. Тамылжытып сайраған құстардың дауысы даланы бейне бір тербетіп тұрғандай. Ақшақар болса күннен күнге мұңлы, көп сөйлемейтін болып барады. Күн көзінен тығылып, көлеңкездеп жүргені. Үстіндегі қалың киімдерін де шешпейтін болады. Бірде бұршақтанып сулы жауын жауады. Бұған ақшақардың қатты қуанбасы бар ма? Артынша күн шығып, бұршақтар еріп кетеді. Қуанышы ұзаққа созылмаған қыз ағасын жоғалтқан қарындастай өксіп-өксіп жылап жібереді. Атасы мен ағасы жұбатып әлек. Олар да қыздарын ойлап сары уайымға түседі. Көктемнің соңы бітіп, жаз да жетеді. Бір күні орманға жидек теруге шыққан қыздар ақшақарға: жүр бізбен жидек теріп, өлең айтып, біраз серуендеп келеміз, деп шақырады. Ақшақардың күнге шыққысы жоқ. Бірақ апасы: бара ғой, достарыңмен бірге болсаң, көңілің көтерілер, деп қоймай көндіреді. Қыздар өлең айтып орманға тез жетеді. Жидек гүл теріп, мәз майрам болады. Бастарына әдемі гүлден тәжі тағып киеді. Күн көзінен тығылып, көңілсіз жүрген ақшақар ғана. Өзеннің бойында өсіп тұрған ағаштың көлеңкесін паналап отырады да қояды. Себеттері жидекке толып,
Күн ұясына батар уақыт та таяп қалады. Қыздар қураған ағаштарды алаңқайға жинап, от жаға бастайды. Содан соң осы лаулап жанған оттан бірінен кейін бір секіріп ойнай бастайды. Араларында Ақшақар қана жоқ. Құрбылары оны қояр да қоймай оның қолынан тартып ортаға шығарады. Көп ұзамай кезек қар қызына да жетеді. Ол оттан секіріп өтпек еді, бірақ ыстық жалынның әсерінен еріп, буланып, кішкене бұлтқа айналып көкке көтеріліп, көзден ғайып болады. Достар аң-таң «Ау, Ақшақар, ау, Ақшақар» деп айқайлап қызды іздей бастайды. Ақшақар жоқ. Қыздардың құлағына жеткен жалғыз дыбыс өз дауыстарының жаңғырығы ғана болады. Осылай Ақшақар ыстық жалынның әсерінен еріп бұлыт болып аспанға ұшып, ғайып болып ұшып кетеді.